Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді нан салма дайындайтын боламыз. Ол үшін алдын ала осылай етімізді жақсылап жуып тазалап, турап, майымызды қыздырып, қуырып аламыз. Етімізді жақсылап қуырып аламыз. Содан соң осылай пияз, сәбіз, картошкамызды да турап дайындап алдым. Міне кішкене су құйып, етімізді біраз қуырып алғаннан соң үстіне пияз салып және қуырамыз. Содан соң үстіне томат пастасын немесе салат қоссаңыздар да болады. Бір ас қасық салып, жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте үстіне картошка, сәбіздерімізді салып, тағы да араластырамыз. Содан соң болгар бұрышын, лавр жапырағын, жаңағы укроп, кинза сала берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Әрине өз қалауларыңыз. Содан соң міне аздап бір қасық тағы да салат салдым. Дәміне қарай тұз саламыз. Барлығын осылай араластырып, жақсылап қуырып аламыз. Ендігі кезекте жақсылап қуырып болғаннан соң үстіне осылай 1-2 дана болгарский турап саламыз. Және де міне менде барлығы қатырылған, зелендерді барлығын қатырып қоямын. Осылай керек кезде алып қолдана берсеңіздер болады. Енді үстіне су құйып, бетін жауып, жақсылап бір қайнағаннан соң баяу отқа бетін жауып қойып қоятын боламыз. Ендігі кезекте қамыр илейтін боламыз. Суға бір дана жұмыртқа және де тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, қаттылау етіп қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп болғаннан соң 10-15 минуттан кейін тағы да осылай бір илеп қайтарып қойып қоятын боламыз. Сол кезде қамырларыңыз өте әдемі болып шығады, және де жайылған кезде өте әдемі тез жайылатын болады. Міне поливіміз қайнап жатыр. Міне қамырымызды осылай кесіп дайындап алдым. Егерде бешбармақтың қамыр сияқты етіп салсаңыздар да болады. Мен осылай кесіп салдым. Осымен тамағымыз дайын. Поливімізді құйып, дастарханға ұсына берсек болады.